Көз адам жанының айнасы деп айтып жатады. Ал адам организмінің айнасы не екенін білесіз бе? Бұл тіліміз. Тіліміз біздің организміміздің нағыз айнасы. Тілдің түсі, формасы және өзге де ерекшеліктері ағзаңызда қандай өзгерістер барынан хабар береді. Кейбір аурулар білінбей өтіп кетеді, яғни дер кезінде емдемегеннің кесірінен асқынып жатады. Көптеген дәрігерлердің айтуы бойынша, ағзада ауру пайда болғанда организм оны бірден білдіреді, бірақ оны көп жағдайда біз байқай бермейміз. Ауруды дер кезінде анықтауға тіл де көмегін береді. Қазір мен сіздерге тілдегі өзгешеліктер туралы айтамын. Сондықтан айнаға қарап, тіліңіздің формасын, түсін, тіліңіздің бетінде қандай өзгешеліктер барын анықтап алыңыз. Тілдің түсі біраз аурудан хабар беруі мүмкін. Инфекциялық аурулар кезінде, мысалы грипп немесе ыстық шығып тұрсаңыз, тіліңіздің түсі қызыл қоңырқай, яғни күңгірт болып келеді. Ал егер тіліңіздің түсі сұрлау болса, бұл ағзаңызда дұрыс тамақтанбағаннан және қанның дұрыс жүрмеуінен немесе жүрек жетіспеушілігінен хабар береді. Ал фиолетовый, яғни сия көк түсті болса, онда қанға байланысты ауруды білдіреді және де мүмкін тыныс алу жолындағы ақауларды да білдіреді. Тілдің көкшіл болуы уланудың немесе қан айналымының дұрыс жүрмеуін білдіреді. Ал аппақ тіл ағзадағы саңырауқұлақ инфекциясынан хабар береді. Ал тілдегі ақшыл қалың қатпар асқазанның секреторлық қызметінің бұзылуының белгісі. Ал тілдің қараюы антибиотиктерді шектен тыс қабылдаудан немесе витаминдердің жетіспеушілігінен де байқалып жатады. Тілдің сарғыш түсті болуы бауырыңыздың немесе өт қабының аурулары кезінде немесе темекі шеккеннен, кофені көп ішудің нәтижесінде болуы мүмкін. Егер тіліңіз тегіс жылтыр болса, бұл бауыр қызметінің көрінісі. Тілдің құрғақ болуы ұзақ уақытқа дейін жалғасса, ол қант диабетінің әсерінен де болуы мүмкін. Егер таңертең ұйқыдан тұрғанда тісіңізде тіс іздері қалса, бұл шаршаудың және жүйке күйзелістерінің, яғни уайымның белгісі. Тіліңізде одан бөлек ақ түсті немесе сарғыш түсі қалың қатпар болса, бұл иммунитеттің әлсірегенін және асқазан ішек жолында аурулардың болуы мүмкін көрсетеді. Тілдегі сұрдақ, гастрит немесе жара туралы айтуы мүмкін. Сондықтан да асқазан ішек жолдарына мұқият болыңыз.